түлкінің қасқырды қалай алдағандығы туралы сото ертегісі. Бірде түлкі: менімен бірге жүр, мен саған қарның тоятын жерді көрсетейін, депті қасқырға. Қасқыр қуанады да түлкіге еріп жүреді. Түлкі оны табынмал қамаулы тұрған қораға алып келеді, бірақ оның қақпағы түнде әрдайым құлыптаулы болатынын ұмытып кетеді. Түлкі мен қасқыр қоршауды айланып бір тесік тауып алады да қораның ішіне кіреді. Олар көп малды қырып жей бастайды. Түлкі бұрынырақ тояды да қорадан зытып тұрмақшы болады. Шыны керек, есіктен әрең өтеді. Қарны соншалық қампиып кеткен, бірақ қайткенде де шығады. Ал қасқыр қорада қалып қояды. Қасқыр етті жей беріпті, әбден тойып іші қампиып кеткен соң қорадан шықпақшы болады. Қырсық қырынан келеді. Тесіктен тек кеудесі ғана өтеді. Қарны қампиып өте алмайды. Сөйтіп қасқыр қораның ішіне қала береді. Таңертең бақташы қораға келсе, қасқырдың шоқшиып отырғанын көреді. Ол таяқпен қасқырды қашып шығып кеткенше ұрады. Таяқтан бүкіл денесі қираған қасқыр өзін зұлымдықпен тастап кеткен түлкіні іздей жөнеледі. Ал түлкі қасқырды көрісімен-ақ жата қалып, бауырымен жер сүзеді де: олар мені де өлтіре жаздады. Ой, бүкіл денем ауырып тұрмын. Бір қадам жер жүре алатын емеспін. Мені бірдеме қылып апаныма жеткізіп таста, деп жалыныпты. Қасқыр оны арқасына өңгеріп ала жөнеледі. Түлкі енді күліп: сырқат сауды көтеріп келеді, деп әндете бастайды. Оны естіген қасқыр түлкіні лақтырып жібереді де оны қуа жөнеледі. Түлкі жылдамдап үңгірге кіріп кетеді. Қасқыр да соңынан қалмайды. Сонда оның көргені не? Түлкі шектей созылып, алдыңғы аяқтарымен төбеге асылып тұра қалды. Қасқыр оған шап берген кезде: мені жұлқылама, төбе құлап бізді басып қалады. Маған оны тіре тұруға көмектес, артынан мені соққыларсың. Мен ағаш кесіп, тіреу әкеліп қойғанша, сен төбені ұстай тұр, деп қыңсылапты. Түлкі. Қасқыр бұған келіседі де төбені ұстап қала береді. Ал түлкі жылмаңдап үңгірден зытып отырады. Сөйтіп осындайды болады. Содан кейін қасқыр үңгірдің төбесін ұстап, түлкі тіреу ағашты кесіп әкелгенше бүлк етпестен тұра береді. Сол сәтте осы үңгірде тұратын маймылдар жатағына оралады. Олар қасқырды көріп қайран қалады. Сен мұнда не жүрсің? Деп сұрайды. Мына төбені ұстап тұрмын. Түлкі төбе құлап қалады деді. Ол тіреу әкелуге кетті. Төбені мүмкіндігінше құлатпаспын, деп жауап беріпті қасқыр. Маймылдар күліп: тиіспе, төбе берік, құламайды, депті. Қасқыр бұрынғысынан да қатты ызаланып, түлкіні іздеуге қайтадан аттанады. Түлкінің бір шұқырда былдырақтап отырғанын көреді. Шұқырда араның ұясы бар екен, тек қасқыр ғана оны білмепті. Қолға түстің бе? Деп ақырады қасқыр. Өлер кезің жетті енді. Ал түлкі жуаси жауап қайтарады: мен шынында да өте ақымақ екенмін. Маған енді ешқандай даяушылық болмайтынын білемін. Бірақ бүгін мейрам, қарашы, балалар әндетіп жүр. Жануарлар да мені асқа шақырды. Кел, сен де бізге қосыл. Қасқыр аралардың ызыңдағанын естиді де: иә, тыңдап тұрмын. Шынында да әндетіп жатыр. Шынымен де мейрам болып жатыр екен, депті. Ал түлкі одан арғы жалғастыра түседі: міне сондықтан да мені бүгін дүрелеме, ертеңге дейін шыда. Ал бүгін бәріміз жақсылап тойлайық. Ана шұқырдың ішінде толған ет бар. Қалағаныңды алып жей бер. Сөзге құлақ асқан қасқыр ет үшін шұқырға түседі. Бүкіл араны дүрліктіреді. Аралар қасқырға басылып талай бастайды. Ал түлкі сол сәтте зытып отырады.